Құрметті түркістандықтар, кәсіпкерлер, өткен жолы біз орыс ешкісімен сүт алу мәселесін қозғасақ, бүгін мынау көкөніс мәселесін қозғалып отырмыз. Жылыжай мынау Ерасыл шаруа қожалығына келіп тұрмыз. Бұндағы біздің айтарымыз мынау Түркістан қаласын 65% ғана, пайыз ғана көкөніспен Түркістан шаруа қожалықтары қамтамасыз етеді. Қалған 35%-тей көкөністі сырттан тасымалдаудамыз. Оның өздеріңіз білесіздер, Бішкектен, Өзбекстаннан және де Ираннан келетін бау-бақша өнімдері. Мына енді қаламызда бірнеше жылыжайлар көтеріліп, қазір мынау кәсіптерін домалатып отыр. Бұл жылыжайдың пайдалылығы бұл 3 жылда өзін-өзі өтеп, үлкен табысқа жеткізеді деген сенімдеміз. Оған тек қана өз дәрежесінде технологиясын сақтап, мынау барлық жағдайын жасаған кезде ғана қол жеткізуге болады. Мынау біздің қаламызды гүлмен қамтамасыз етіп отырған Ерасыл шаруа қожалығына келіп отырмыз. Бұндағы айтпағымыз мынау су тапшылығына байланысты осындай жылыжайлар салып, өркендетіп, бізге қазір Россияның өзі сұрау сабатыр. Помидордың 4 түріне, огурцидың 4 түріне 850 тонна сұраныс пайда болып отыр. Соған байланысты біз келешекте осы шетелдерге және өзімізді қамтамасыз етуге осындай жылыжайлар салып экспорттауымыз керек сияқты. Мынау енді бүгін біз кішігірім жылыжайға келіп отырмыз. Түркістан қаласында бұдан да үлкен жылыжайлар салынуда. Оны келесіде көріп жатарсыздар. Бүгін енді мынау жылыжайдың қалай бастағанын, қандай температура сақтайтынын сіздерге мәлімет бермекшіміз. Және сіздерді осындай жылыжай салуға үкіметтің жеңілдіктері бар. Мынау үкіметтен бөлінген субсидияларды бөлініп жатқан, соны пайдалануға шақырамыз. Бұл жерде қанша соттыққа егілген? 91 соттыққа еккенбіз. Сол 91 соттықтың ішінде қандай өнімдер егесіздер? Тақылдар? Болгарский, бадрын, гүл екеміз. Оған сұраныс бар ғой, алушылар бар ма? Түркістанның өзіне жетеді. Тағы да сұрап жатқандар бар ма? Иә. Спрос көп қой. Үкіметтің бағдарламасы бойынша сендер субсидия алып жатсыңдар ма? Иә, субсидия аламыз. Қалай болып жатыр енді? Енді сотыға 18 мыңден аламыз. Үкіметте бекітілгеннен төмен алып жатыр? Толықтағанда аламаймыз бірақ. Себептерін айтқан жоқ па? Жоқ онда. Қанша адам жұмыс істейді бұл жерде? Бұл жерде 7 адам жұмыс істейміз. Бәрі дұрыс па? Жалақыларың, жұмыстарың ешқандай бір не жоқ па? Жоқ, бәрін реттеп қойған жұмысымыз. Басқа кедергі жоқ па? Әкімшілік тарапынан, тексеру тарапынан бәрі дұрыс жүріп жатыр ма жұмыстарыңыз? Дұрыс. 21 градус болады жер. 21 градус жерде 30 ғана кәдімгі жазда қандай болады, сондай жылы болады. Мынау ауаны жылытады бұлай. Мынаумен мынау екеуі ауаны жылытады. Мынада жанына суық келтірмей төбесіне. Бұның жылыту үшін оңай емес қой. Тұржамана көмір кетеді. Көмір кетеді, 5 вагон көмір жағамыз. Жылыжай шаруашылығымен айналысып жатқанымыз қазір 6-шы жылы, 2009 жылдан бастап айналысып жатырмыз. Қазір 6 жылдан бері айналыссақ, өкіметтік бағдарламадан әлі осы кезге дейін субсидия ала алмай жүрік. Не себептен екенін беймәлім. Ондай барлығы бар. От жағамыз, қыстың күні егеміз, тамшылатып суару, теплый пол, котельный, барлығы бар. Қоймамыз бар, сақтайтын. Түркістан қаласына өткізіп жатырмық өнімді. Қанша соттық бәрі жол? Аулада 6 соттық, тағы 20 соттығымыз бар. Общий барлығын қосқанда 26 соттық жылыжай бар. Оған қазір өздеріңіз көргендей болгарский өсіріп жатырмық. Құдай қаласа тағы бір айдан кейін өнімге кіреді. Оны қазірше 2 рет алып жатырмық өнім. Құдай қаласа келешекте бұдан да өнім сезонын көбейтсек деген ой бар. Құрметті кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, мына өздеріңіз көріп отырған жылыжай Маккамбай атындағы жеке кәсіпкердің жылыжайы. Бұл жерде ол өзінің Түркістан қаласында бірінші болып жылыжай ашып, өзінің идеясымен осы жылыжайды салған болатын.
және де осы 6 жылдан бері қаламызға қызмет етіп салығын төлеп жатса да мынау енді субсидия жағын ала алмай жатыр екен. Біз өзіміз аралап көрдік, жаңағы төменгі жағын жылытып, тамшылатып суару үкіметтік бағдарламадағы барлық жағдайлар жасалғанына көзіміз жетті. Жаңағы жылу от беретін жерін де көрдік, қоймасын да көрдік. Мынау өзі отбасымен өзін жұмыспен қамтып, үкіметтік бағдарламасына сай жұмыс істеп жатқан отбасы. Мына су тапшылығына байланысты әрбір отбасы өзі қаламызды осы шаруа қожалықтарын дамыту үшін осылай етіп атсалысуға шақырамыз. Мынау енді субсидия жөнінде біз айналысып, мұны шешіп беруге күшімізді саламыз.